оны бір сатып алу бір заңсыздық емес, оны алып сату бұл бір заң бұзушылық емес. Ақшамды алып келдім, қазір Мейірман мырзаға сеніп тапсырамын. Қазір дәл осы ақшаны біз айналдырып көретін боламыз. 10 күні бастадым, алып түскен ақшам 57.798. Қазіргі таңда осы P2P арбитраж бойынша классикалық связкамен күніне 15-20 мың теңге табудамын. Боттардың өзімен қазір мен күніне $60, $50 табысқа шығып жүрмін. Айына примерно $10,000 инвестицияны түседі. 4,5 миллиондай таза түсіп отырады. Ақша айтқан кезде мысықтар да келіп отыр ғой. Оны қоспай есептемегеннің өзінде 10 миллионнан жоғары. Жаңа Еркебұлан маған 1 миллион теңгесін берді. 1 миллион теңгесін бір круг жасап 9 мың теңге пайда таптым. Пайда құтты болсын. Рахмет. 40 минутта 9 мың теңге таптым. Құрметті достар, бүгін сіздерге тағы да бір рет жақсы сала 2024-те алғаш рет көрсетейін деп жатырған арбитраж саласы. Бүгінгі видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте қызық шығарылым болды. Жалпы өзім 40 минутта 9 мың теңге пайда таптым, ол туралы да көрсететін боламыз. Және де бүгінгі біздің кейіпкеріміз айына 10-15 миллион теңге таза пайда табыстап жатыр. Алған көліктерін, жеткен жетістіктерін барлығын ашып, айтып көрсетіп беретін боламыз. Сол әлемдік сауда мүмкіндіктер өте көп, бар болғаны кішігірім ақшамен де жақсы ақша табыстауға болатын керемет сала. Кеттік, бастаймыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Мейірман мырза. Жақсы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Жақсы. Енді біз арбитражды осы 2023-те қателеспесем бір 3 рет па шығардық. Көп адамдар осы 2023-те арбитражға көп кірді. Сол тұрғыдан айтып өтсеңіз, бірінші өзіңізді таныстырсаңыз, содан кейін барып арбитраж дегеніміз не, содан кейін ары қарай тағы жалғастырсақ. Жалпы өзім бірінші таныстырып өтейін. Есімім Мейірман Төленбай, жасым 26-да, үйленгенмін, бір балам бар, кстати, бір ай уақыт болды, жақында ғана ұлды болдым. Енді өзім Қызылордалықпын, Қызылордадан ауылда өскенбіз, бірақ өзімнің бұрыннан бергі бір нәрсемен айналысам, бизнеспен айналысам деген алға мақсат арманның арқасында Алматыға келіп, 5 жылдан бері осы саладамын. Соның ішіндегі именно өзім криптовалюта саласында. Арбитраж 2023 жылы, жалпы 2022-ден бастап хит бола бастады. Не үшін? Өйткені ең басты сол Россияда болған жағдайға байланысты. Негізі ол бұрыннан бері бар нәрсе, оның бұрыннан бар екен білемін мен, бұл нәрсемен айналысқанмын. Бірақ халықтың арасында танымал болып, осы 2022-ның аяқ жағында 2023-те Қазақстанға толық келді. Оның Қазақстанға келіп танымал болуына бірден бір үлес қосқан адамдардың қатарындамын. Енді 2024-тен бастап енді адамдарда қорқыныш бар деп жатырсыз ғой. Жалпы қорқыныш деген нәрсе неден болады? Білімсіздіктен, немесе бір нәрсені толық білмегендіктен біз қорқамыз. Ал керісінше мен қуандым, наоборот, заңды түрде ешкімнен ештеңе жасырмай, айналысып, өзінің табысын тауып, бұл саладан законны ашық түрде айналысқанға мен наоборот сол нәрсені қолдаймын. Арбитражда адамдар, арбитражниктер білет, айына мысалы 150 миллионға дейін оборот жасайды. Оның бәрін көріп тұрған екен мемлекет бәрібір бізден сұрайды. Қайдан жасалған оборот деген сияқты. Енді қазір ашық түрде көрсете аламыз, біз арбитражға айналысамыз, не мынандай деген сияқты. Және де өзіміздің 10% от дохода, обороттан емес, табыстан 10% төлейміз. Енді кез келген бизнесте ешкім налогтан қашпайды. Любой бизнеспен айналыссаңыз, сіз 3% төлейсіз, немесе 10% төлейсіз, бұл қалыпты жағдай. Тура сол сияқты біздің де кәсібіміз қазір тұрақталып жатыр. Жақсы. Негізі заң бойынша рұқсат қой? Рұқсат, иә. Қорқатын дүние жоқ, иә? Қорқатын дүние жоқ. Бұл жерде арбитраж болғанда қалай? Біз цифровой активті қолданамыз. Ал Қазақстанда ол заңдастырылған. 2023-тен бастап осы цифровой актив жайында заң шыққан. Және де осы жердегі жалпы сіздер арбитражмен айналыспасаңыздар да, крипто сатып алсаңыз да, акция сатып алсаңыз да, оны көрсеткен дұрыс. Тура сондай бізде заң бар. Оны бір сатып алу бір заңсыздық емес, оны алып сату бұл бір заң бұзушылық емес. Оны Қазақстан президенті де қолдаған. Сіз өзіңіздің тәжірибеңіз бойынша айтыңызшы, мысалға қанша ақша салып, қанша ақша табуға болады арбитражда? Арбитражды процентпен есептеген дұрыс. Өйткені бұл жерде оборотқа кез келген бизнестағыдай ақша керек. Кемінде 500 мыңнан жоғары ақша болса, бұл салаға келуге болады. Көп арбитражниктардың айналдыратын суммасы 1 миллион, 2 миллион теңге.
То есть айына 30%-тен жоғары табыстауға болады. Есептеп көріңіздер, енді өздеріңіз 1 миллион болатын болса 300 мыңнан жоғары, 500 мың болатын болса 150 мыңнан жоғары деген сияқты. 1 миллион теңге болатын болса айына 300 мың теңге жасауға болады. Мысалы қараңызшы, егер менде ақша жоқ болатын болса, мен бірақ біреуден сұрай тұрып, бір ай бере тұршы, маған бір айда мен саған үстінен 150 мың қосып беремін десе, ол 150 мың пайда шыға ма? Иә. Неге? Өйткені бұл жерде бізге ондай адамдар көп келеді, үйренгісі келеді, бірақ капитал жоқ та. Негізі адамға ең бірінші курста, жалпы арбитражда ең бірінші үйрену керек бізді. Бізде курс барысында үлкен ақшаны алып келіп айтпаймыз. Біз оларға $100, $200, то есть 50 мың теңге, 100 мың теңгемен үйретеміз. Үйрену барысында ол ақша жетеді. Егер адам өзіне уверен болса, ол четко барлығын көріп тұрса, ақша тауып тұрса, ол адам ақшаны бәрібір табады. Ол вопрос емес. Ол бір белгілі проблема да емес та. Ең басты проблема ол жерде толыққанды үйреніп алу соны. Егер де сіз 100 мың теңгемен ақша табуды үйренсеңіз, сіз 1 миллионмен ақша таба аласыз. Ал жалпы негізі инвесторлар болсын, егер сіз ол жерде бізде бір жақсы жері барлығын ашық түрде көрсетуге болады. Мен мына жерден алып жатырмын, мына жерден сатып жатырмын, мынандай пайда. Оны сіз туысқандарыңызға, ақшасы бар таныстарыңыз көп болатын болса, жаңа көрсетесіз, болды. И көп студенттер солай жұмыс жасайды. Бір ақша табу жағынан проблема жоқ. Жақсы. Енді мен бизнес таңдау арнасының өзімде бір стандартный сұрақтары бар. Соларды қойып жасам, қысқа ғана жауап берсеңіз, содан кейін барып жалпы ақша айналдырып көрсетсек халыққа. Әрине. Енді бірінші сұрақ бұл конкурент. Қаншалықты конкурент көп, қаншалықты қазіргі таңда бұл актуальный тема? Бұл енді басталып жатыр. Конкурент деген нәрсе бұл жерде жоқ. Керісінше бұл саланы, криптоны көп адамдар естіген сайын, наоборот, бізде оборот көбейеді. Бізде салыстырмалы түрде басқа мемлекеттермен, Россиямен салыстыратын болсақ, даже біздің нарығымыз бұл салаға енді кіріп жатыр. Алдағы криптовалюта жалпы халыққа қаншалықты пайдалы, керек қылып санайды, соншалықты бұл сала жұмыс жасайды. Яғни мен бұл жерде 2-3 жылдан кейін тоқтап қалады, 4-5 жылдан кейін тоқтап қалады деп тұрған жоқпын. Наоборот, біз енді басталып жатырмыз. Конкуренцияға келетін болсақ, мүлдем конкуренция жоқ. Конкуренция деген жалпы бұл жерде ұғымды жоқ деп ойлаймын өзім. Не үшін? Мысалы, қазір осы P2P-дің арқасында адамдар криптоны түсініп отыр. Трейдердің арқасында криптоға келіп отыр да. Олардың барлығы, мысалы, Қазақстанның есептейік 5%, 10% ғана крипто жайында естіген, бір алып сатып көрген. Қалған 95% білмейді әлі. Ал олардың барлығы білетін болса, олардың барлығы бәрібір бізге клиент. Енді ойлай беріңіздер, бұл салада Ресеймен басқамен салыстырғанда біздікі енді жалпы басталғанда жоқ әлі. Төмен. Бірақ жақсы қарқында дамып жатыр. Бізде майнинг аппараттар келді. Қазақстанда криптоны ешқандай да бір шектелмеген, мемлекет жағынан бұл салаға қолдау бар. Барлығы официально жұмыс жасап жатыр. Сол себепті керісінше бұл мүмкіндік қой. Қандай сумма керек, сол сумманы айналдырып бір күнде табыс таба аласың. Мысалға ойлаңыз, 15 мың теңге маған керек десеңіз, соны ақшаны айналдырасыз, және де сол табысты таба алатын боласыздар. Сондықтан енді өз басым кеңес беретін арбитражға. Дәл қазір мен өзімнің ақшамды алып келдім. Қазір Мейірман мырзаға сеніп тапсырамын. Соны айналдырып көрсететін боламыз. Қанша уақытта қанша ақша шығара алдық, содан кейін барып сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Болады ғой? Болады, әрине болады. Менде қазір қателеспесе 1 900 000 теңге бар ғой. Так, менде қазір. Давайте 1 миллион теңгемен жазайық. Өйткені барлығының айналдыратын, алып келетін суммасы сол. Каспи осы нөмірді ғой? Иә, маған Каспиға жіберсеңіз, и біз бастаймыз. Так, мен қазір жіберейін. Бұл жерде мысалы 10 теңге мысалы біреулер қиын табу деп ойлайды ғой. Мен бұл жерде кез келген адам отырады да 2 сағат бөліп 10 теңгені таба салуға болады да. Бұл енді білмеймін өзім кайф чувство ғой. Қазір отырып мысалы обедтің ақшасын шығаруға болады. 1 миллион теңге түсті. Міне, ақша лақтырдық. Қазір дәл осы ақшаны біз айналдырып көретін боламыз. Бұл енді менің өзімнің ақшам. Негізінде айтады ғой, қорқақтайды кейбір адамдар. Негізі білмеймін, мен өз басым арбитражға, трейдингқа сенем, сондықтан да ақша қорықпай жібердік. Қазір енді ары қарай Мейірманымызға өзі айналдырады. И біз уақытқа қойып, қанша уақытта біз қанша ақша жасай аламыз. Қазір сағат 15-тен 5 кетті деп. Жалпы арбитраждың 3 түрі бар. Ол классика, международка, және де внутрибиржевой классика жаңағы, және де межбиржевой деп аталады. То есть әрқайсының табысы әртүрлі. Енді ең қарапайым, ең кез келген адам үйрене алатын классиканы көрсетем. Жалпы международкада және де межбиржевойда табыс көбірек.
Қазір бізде екі биржа бар, Bybit, Binance. Қазір енді рынокты анализ жасап көреміз, может Bybit'тен алып Binance'қа сатамыз, немесе Bybit'тің ішінде бір биржаның ішінде жасаймыз. Бірінші рынокқа кіреміз, P2P-ға рынокты анализ жасаймыз. Бізде қанша сумма бар, сумманы жазамыз. Банкты таңдаймыз, Каспий банк, и суммаға 1 миллион деп қоямыз. 1 миллион деп қоямыз. Продажа жағын зерттейміз, қайтадан қойшайын. Біз қазір сатып алайын деп жатырмыз. Бірінші біз ақшаға USDT сатып аламыз, криптодоллар сатып аламыз. Криптодоллар бағасы қараңыздар қанша болып тұр? 447-тен басталып тұр екен. 447, 446-дан. Енді сату бағасын сразу көрсек болады. 452. Көрдіңіздер ма? Қанша теңге разница? 447-тен есептегеннің өзінде 4-5 теңге разница. Енді біз бұл жерде тезірек жылдам сату үшін минимум 3 теңгеден жоғары пайдаға шығу үшін солай есептейміз. Мысалы 1 миллион теңге бар. Так, 1 миллионды бөлеміз жаңағы 447-ге. 2237 USDT келеді қазір. Біз алдын ала арбитраждың бір жақсы жері, сіз ақшаны салмай тұрып, кіріспей тұрып, алдын ала есептеп аласыз, қанша пайда табуға болатындығын. Және де сату бағасы жаңа қанша болды? 452. 452. Қайтадан көбейтеміз 452-ке. 1 миллион 11 мың теңге пайда екен. То есть пайда бізде 11 мың болып келеді. Енді қанша теңге разница болып тұр? Бізде жаңа айтып өткенде 4-5 теңге. 3 теңгемен есептейік, минимум арбитражда пайда табу үшін біз 3 теңгеден есептейміз. Егер де 3 теңгеден төмен болатын болса жасамаймыз. 1 миллионды бөлеміз 447 и көбейтеміз 451-ден саттық деп айтайық. Сол кезде 8900 теңге пайда. Бұл бір кругтан. Енді объявление шығарамыз, продажаға, покупкаға шығарамыз. Бірақ бізде стакан керісінше болады. Объявление. Я хочу купить USDT, фиат дегенге KZ деп қоямыз. KZ, яғни біз теңгеге. Біз объявление шығардық, мейірман деп тұр, міне сатып алуға, продажаға. Қараңыздар, бұл жерде 449-дан сатып алайын деп жатырмыз. 2227 USDT есептеп қарайтын болсақ, примерно 1 миллион теңге. Каспий банк деп қойдық. Енді қазір бізге заявка келгенін күтеміз. То есть клиенттерге қазір осы бағаға лайықты сатып алам дейтін болса, клиенттер келеді. Бұл жерде енді тұрақты клиенттер болуы мүмкін, бізде постоянно алып жүрген, кішкене күтеміз. Келген уақытта біз сіздерге қазір көрсетеміз. Міне арада бір 15-20 минут уақыт өтті. Уже заявка келді маған. Міне ордер келіп тұр. 999 мың теңгеге, то есть крупный. Не үшін? Өйткені қазір сауданың түскі уақытта, қайнайтын уақытта үлкен суммалармен жұмыс жасауға болады. Енді қазір біз осы кісінің реквизитіне Каспий арқылы перевод жасаймыз, ол бізге 2227 USDT береді. Соны аяқтап тастайық, жасап тастайық. Так, оплатить деп кнопканы басамыз. Келген заявка маған сразу 1 миллион теңгеге келген. И осыны кісінің реквизитіне ақшаны қазір Каспиймен аударамыз. Реквизит көшіріп аламыз и Каспийға кіріп перевод жасаймыз. Тексеріп аламыз, қанша жүріп? 999.923 теңге. 999.923 теңге. Перевод жасаймыз. Банк хабарласады, ол қалыпты жағдай. Банк хабарласқаннан кейін, я переводты мен жасап жатырмын деп растаймыз. Если это вы, нажмите 1. Вам необходимо повторить операцию. Все, проблема шешілді. Банктен қайтадан кіреміз и перевод қайтадан жасаймыз. 99.923. Міне кетті. И Bybit'ке кіреміз. Платеж выполнен деген кнопканы басамыз. И маған USDT келу керек. Күтеміз. Ол кісінің де монетаны жіберуге 9 минут уақыты бар. Міне, біз USDT сатып алдық 2227. Енді осыны сатуды біз қарастырамыз. Қайтадан P2P-ға кіреміз. P2P-ның ішінде уже біз покупканы зерттейміз. Жаңа біз 449-дан сатып алдық. Енді Каспий банкты қайтадан қоямыз. Сумма деген жерге 1 миллион деп жазайық.
Каспий банк 452, 453, 454-тен де сатуға болады. Примерно 8-ші, 9-ші тұрып, 1-2 сағат күтіп, 454-тен сатамыз. То есть, жаңа біз 449-ын есепте жүрген осы жерде. 1 миллионды бөлеміз 449-дан сатып алдық. 2227 дұрыс қой, сондай USD сатып алдық. Енді қайттан көбейтеміз 454. 1 миллион 11 мың теңге, 11 мың теңге пайда. Жылдам сатып жіберу үшін біз 454-тен емес, 453-тен сатып жіберсек, то есть 8 мың теңге пайда шығады. Бізде примерно қарасаңыздар 40 минуттай аса уақыт өтті. Енді бұл жерде кішкене күту керек болады. Бірақ қайта жылдам келді. Міне маған ордер келіп тұр. Ордер маған ақшасын жіберіп қойды міне. 4 минут бұрын жіберді, қараңыздар. 1 миллион 8 мың 800 теңге. Өйткені мен 453-тен продажаға қойдым, 449-дан сатып алдым, 453-тен қойдым. Енді мен істеймін, монетаны жіберем, перевести. Ақша келіп түсті, перевести. Сонымен біздің сделкамыз аяқталады. Примерно қазір барлығын есептеп көрсетеміз. Сделканы до конца аяқтай салайын. Так, все. Енді қазір көрсетейін покупка мен продажаны. Міне покупка бізде қанша 15-22-де болды. Примерно арасында 1 сағат уақыт өтті ғой. 449-дан 999.923 сатып алдым. И продажа бізде 453-тен саттық. Менің 999 теңгем 1 миллион 800 теңге болды. Сонда 40 минутта 8 теңге пайда. 800, почти 9 теңге болды. 9 теңге пайда. 1 миллиондан. Ал күніне қанша круг жасауға болады? Банктың лимиттеріне байланысты, адам депозитіне байланысты айналдыра береді. Енді адамдар физически үлгереді 4-5 кругтан бастап. Күніне 5 жасаса, күніне 20 мың теңге тауға болады. Мен 1 миллион 2 рет 2 миллион айналдыруға болады, либо 2 миллион теңге болатын болса, бір ақ рет айналдырып 9 мың теңге емес 18 мың теңге табуға болады. И басқа банктерге де сразу көшіп кете бересің. Негізі күніне 100 мың теңге табуға бола ма? Болады табуға. Международный қосылса ше? Международный қосылса, ол жақта одан да көп табуға болады. Жаңағы связканың спредіне, пайдасына қарай байланысты. Бірақ даже классиканың өзінде жақсы. Сіздерде бір айналымнан қанша жақсы таптыңыздар? Біз международкамен айналыстық, Таиландпен мен 2 ай бойы айналдырдым. Ол кезде енді үлкен сумманы айналдырдық. Bir кругтан біз ол кезде 500-600 мың теңге таптық. Бір айналдырғанда, иә? Бір айналдым, бір күнде, иә. Күніне қанша рет айналдырып жүрсіз? Бір рет айналдырдық. Международкан бір рет айналдырамыз. Күніне 600 мың теңге пайда. Иә. Сонда қанша 2 ай айналдырсын дейсіз ба? Қанша таптыңыздар 2 айда? Енді ол кезде примерно 60% қой, енді 40 миллионның 25 миллиондай бар. 25 миллиондай таптыңыз. 2 айда? Иә. Мықты ғой. Командамен енді ол жерде команда жұмыс жасады, 5-6 счетпен жұмыс жасадық. Таиландтан счет аштық. Таиландта қонып істедіңіздер ме? Жоқ, Қазақстанда отыр. Қазақстанда отыр. Счет ашып келдік онлайн жасадық. Негізі 40 минутта 9 мың теңге жақсы табыс. Жаңа Еркебұлан маған 1 миллион теңгесін берді. 1 миллион теңгесін бір круг жасап 9 мың теңге пайда таптым. Пайда құтты болсын. Рахмет. 40 минутта 9 мың теңге таптым. Қазір осы студияны төлейтін боламыз. Жақсы. Негізінде бізде бизнес таңдау арнасы болғаннан кейін біздің міндетіміз халыққа жалпы осы кәсіпті ұсыну, айналысу ретінде, таңдау ретінде, бизнес таңдау деп атайтып тұрғаннан кейін таңдау өз еркіңізде, бірақ та сізге таңдауға бизнестерді беруіміз қажет. Енді арбитражды білеміз, көп шәкірттер шықты, жалпы осы арбитраж бойынша жақсы нәтижелер көрсетті. Енді біз Мейірман мырзаны алғаш рет түсіріп отырмыз, және де сіздерге қызық болса шәкірттерінің нәтижелерін бірге білсек жақсы. Негізі сіз өзіңіз 1,5 жыл болды? 2 жылдан асты. 2 жыл оқыттыңыз. Үйрету 1,5 жыл болды. Қанша адам оқыттыңыз? Қазір 2 мыңға жоқ шәкірт. Жалпы үйретіп шыққан 2 мыңға жоқ. Өте жақсы. Қанша нәтижесі көрсетті? Курсқа қатысқандардың 60-70% нәтижеге шығады. Ең мықты деп бізде өзіміздің комьюнитиміз бар. Кстати, курс үйрететіндер болсын, басқа болсын. Закрытый чат, комьюнити болу маңызды, соған мән беру керек. Закрытый орта. Ең үздік шәкірттердің ортасы. Өзімде 2 закрытый чат бар. Жалпы ол жерде қазір 400-ге жуық адам бар. Күнделікті жаңағыдай сұрақ алмасып, бір-біріне опыт алмасып, күнделікті табыстармен бөлісетін жер. Енді қарап тұрсаңыздар, енді ол жерде 100%-ның барлығы емес, активно айналысатындар. Ал курс барысында почти 70-80% табысқа шығады. 70% деп алсақ. Иә, болады. Мысалы, 30% не үшін нәтиже көрсете алмайды?
Өйткені бұл адамдарды біз онлайн үйретеміз, не боламыз, әркімнің жаңағы обстоятельствосы әртүрлі да, біреулер ауырып қалады, біреулер сабаққа кірмейді. Бізде жеке куратор жұмыс жасайды. То есть мен өзім всегда контрольда ұстап отырамын, қай студент қай этапқа келді. Енді оған мен әсер ете алмаймын. Ол бүкіл жерде статистика бар. Ал үйренем дейтін адамдарға, всегда связдарға бізде жеке куратор контроль жасап, до конца табысқа жетуіне дейін, алғашқы табысқа дейін біз шығарамыз. Енді средний қанша табады олар? Ең аз қанша табады, ең көбі қанша табады? Ең азы жалпы арбитражниктардың барлығының ең азы 150-200 мың теңге пайда табылады. Кез келген адам қолынан келеді ол ше. Физически үлгереді, депозитке сәйкес келетін нәрсе. Бүкіл басқа табыстарын қосқан кезде мен күнделікті 1 миллион теңге табатын студенттерім бар. Bir күнде жарты сағатта 200-300 мың теңге табатындар бар. Айына 4-5 миллион теңге табатын адамдар бар. Оның барлығы реально, оның барлығын сіздер чаттан көре аласыздар. Даже мен қазір де көрсете аламын. Ешқандай да ақаусыз 100% ниеті бар адамдарларды 100% үйретеміз. Енді қараңыздар, нәтиже біз мына жерге барлығын монтажда қойып кететін боламыз. Бүкіл видео отзывтарды, скриндарды, чектарды, барлығын видеоны тоқтатып қарап шықсаңыз болады, егер прям сізге қызық болатын болса. Өйткені бұл студенттердің нәтижелері, шынайы кері байланыстары. 10-шы күні бастадым, алып түскен ақшам 57.798. Қазіргі таңда осы P2P арбитраж бойынша классикалық связкамен күніне 15-20 мың теңге табудамын. Боттардың өзімен қазір мен күніне $60, $50 табысқа шығып жүрмін. Мейірман ағаға және де кураторларымызға рахмет айтамын көптен көп. Мырзахан мырза кураторымызға рахмет. Кез келген уақытта жақсылап түсіндіріп жүргеніне алғысым шексіз. Құдайға шүкір ақырындап табысқа шығып жатырмын. Бұл арбитраж маған жақсы бір қосымша табыс болды. Міне осындай қосымшалармен отырып адамдар ақша тауып жатыр. Бір телефонмен айына жоқ дегенде 2 миллион, 3 миллион теңге. Мейірман өзі айына 10 миллионнан аса ақша табады. Қазір біз нәтижелерін көрсете кетейік, өзінің тапқан нәтижелері. Содан кейін барып ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Мейірман мырзаның жетістіктерімен таныстыратын боламыз. Алған көлігі, өзіндегі басқа да көліктері бар, шетелге шығу, жалпы барлығын сіз біз сұрайық енді. Жақсы. Енді айта беріңіз, қандай жетістіктері бар? Жалпы инфобизнесқа келмей тұрып, 5 жыл осымен айналыстым деп айттым ғой. Жалпы өзім 2020 карантин кезінде осы криптоның арқасында шетелге көштім. Сол жақта 2 жыл тұрдым Турцияда. Сол кездің өзінде 3 мемлекетте болдым. Жалпы енді өзім шетелді аралаған жақсы көрем. Өйткені бір кітапты оқығаннан гөрі немесе жалпы 4-5 жылдық опытты бір шетелге шығып алуға болады. Бір универ бітіргенмен тең дейді ғой негізі. Көп өзімнің саламдағы әртүрлі елдің адамдарымен таныстым. Жалпы қазіргі уақытта менде дәстүр бойынша жылына 3 рет шетелге шығу. Ол енді жақсы жетістік деп ойлаймын өзім үшін. Және де шетелде тұрып та көрдім, шетелде басқа да инвестициялардың түрімен айналыстым. Қандай дүниелерім бар, былай айтқанда? Енді қазіргі уақытта айлық табысым жалпы бәрін қосқан кезде менің тұрақты есептенбейтін табысым бар, ол инвестициялар. Ол мысалы маған бір күнде $1000 әкелуі мүмкін, бір күнде $2000 әкелуі мүмкін, бірақ мен оны есептемеймін. Жалпы капиталымның өсуіне қарайтын болсақ, жалпы қасына келіп тұр. Ақша айтқан кезде мұшықтар да келіп отыр ғой. Ол жердегі табысымды айтайын, айына примерно $10,000 инвестицияны түседі. Енді 4 миллион, 4,5 миллиондай таза түсіп отырады. Инвестициядан одан бөлек оны қоспа есептемегеннің өзінде 10 миллионнан жоғары айлық табыс. 10 миллионнан жоғары. Бұл инфобизнесім бар, нем бар, арбитражы бар, жаңа инвестицияны қосқан жоқпын бірақ. Есептейтін табысым 10 миллионнан жоғары, ал инвестиция. Все, жақсы. Қанша көлік бар? 4 көлігім бар. Енді оны әкеме де кезінде де сыйлап тастаған, осыдан 4-5 жыл машинаны 2 рет. Одан бөлек жақында алған Porsche Panamera. Енді мынау көп жастардың қызығатын көлігі, және де Porsche Panamera деген музыка да бар, ән де бар. Соған арналған жақсы бір көлік. Енді таныстырып өтсем, қанша аттың күші бар, қай жылғы, қанша қалдың? Бұл машина 2014 жылғы. Porsche шындағы ең жоғары деп айта алмаймын. Орта комплектация, 3.6, 320 аттың күші бар. Рестайлинг. Цветі өзіме қатты ұнады. Сол үшін де мен өзім комфортты, әдемілік жақсы көрем. Салонға қарадым, түріне қарадым. Алдым. Негізі бірақ жарысу деген нәрсе ұнамайды, скорость қатты ұнамайды. Бірақ скорость керек болатын болса, скоростьті алуға болады. Комфорт керек болатын болса, тып-тыныш әдемі жүруге болады. Сол үшін алдым. Кішкентай бала кезімдегі арманым. Енді ішін кішкене бір көрсетіп жіберейік көрермендерге.
Иә, былай камераны кіргізіп көрсеңіздер болады, іші қызыл екен. Иә. Толық комплектация ғой бұл, Иә. Бұрын біз бала кезде GTA деген ойын бар еді ғой. Содан көріп алғанбыз. Негізі бұл көлік емес, жалпы осындай спортивный көліктерді қарап қызығушы едік. Айтады ғой, сен машина түсіп кетіп бара жатқан кезде артыңа бір рет қарап машинаға арқат алмасаң, ол сенікі емес дейді да. Мен түссем де, мінсем де, жалпы жатсам да осыны ойлап жатамын. Құтты болсын. Енді бір көрсет жүріп, содан кейін сұхбатымызды ары қарай неде жалғастырамыз. Енді қызыққан адамдарға қандай ұсыныс бар, негізі осы арбитраж бизнесіне кіргісі келетіндер, бұрыннан бері қарап жүргендер, бірақ енді батыл шешім қабылдай алмайтындарға өз тарапыңыздан қандай ұсыныс бар? Жаңа сіздің өзіңіз айтып отырсыз ғой, қазір ақша табу өте оңай. Мен оны білгендіктен, түсінгендіктен мен көріп тұрмын да. Кейбір адамдарда желание бар, бірақ нақты бір сенім жоқ. Қазір ақша табу үшін жер қазу міндетті емес, заманауи барлығы онлайн болып кетті. Енді курс, қазір менде курс бар, 20-шы поток примерно жүріп жатыр. Енді осыған дейін 20 поток жүргіздік, оның ішінде 70%-ның бәрі пайдаға шықты. Үздік студенттер қазір 2 миллионнан жоғары табыс табатындар бар. Күнделікті енді менің студенттерім барлығы солай келген да. Әйтеуір бір шешім қабылдады, давайте көрейін деп. Соның арқасында қазір нереально өздері сенбейтін ақшаны тауып жатыр. Қазір 15-20 мың теңге табу, мен сіздерге айтайын, өте оңай. Не только арбитраж, өте оңай. Күнде деп қарағанның өзіге де болмайды, өйткені біз күні бойы жұмыс жасамаймыз сол жерде. Қосып қоямыз, заявка келген күтеміз, басқа шаруа айналысамыз, заявка келеді и жұмыс жасаймыз. 2-3 сағат уақыт кетеді ғой, басқа уақытта енді қалған нәрсе айналысуға болады. Бізде курс жақында ашылады. Мен өзім полностью барлығын контроль жасап отырып, өзім өткізіп сабақтарды кері байланыспен өткіземіз. Енді курс сақталған форматта емес, бізде ерекшелігі живой форматта. Тікелей эфирлар барлығы живой форматта, студенттердің барлығы тікелей эфирға қатыса алады, сұрақ қоя алады, сұрақ өздері эфирға шығып кәдімгідей сол живой форматта өтеді, және жеке кураторлар болады. Жеке куратор өте маңызды, любой уақытта сұрағын қоя алады. И сопровождение барлығы бар. Сонымен қоса гид-курста 70-80-ге жуық видеоуроктар бар, берілетін связкалар бар, бөлек межбиржевой боттар беріледі бізде, связка тауып беріп отыратын. Және де курсымның 50% арбитраж, 50% басқа направлениялар. То есть ол жерде әртүрлі қазір трендте қандай направление бар, трейдинг, спотовый сауда, боттар, торговый боттар. То есть арбитраж курсына келіп, бір арбитражбен 5 қоянды атуға болады. И олардың қайсымен айналысқы адамның өзі еркісі. Мен өзім нақты 100% айта аламын, мен берген инструменттермен кез келген адам табыс таба алатынына. Өйткені бұл менің тәжірибемде бар. Бірінші рет курс сатып жатқан жоқпыз. И қаншама отзывтар жаңа көрдіңіздер. Жалпы шешім қабылдап келген адамға табыс таба алады 100%. Бағасы қанша? Бізде екі түрлі таңдау бар. Мен өзім жалпы беретін білімді бөлмеймін, барлығына бірдей білім беремін. Бірақ ол жерде жаңағыдай сопровождениеға байланысты. Мысалы, команда қосылу мүмкіндігі бар. Ол стандарт пакетте. Оның бағасы 370 теңге. Ол жерде курс біткеннен кейін тағы бір ай куратордың сопровождениесі болады. Және де менімен 2 рет Zoom кездесуге қатыса алады. Және закрытый чат жаңа біздің комьюнитиға қосылады. Ол жағатқа қосылған адамдар алдағы уақытта сіз бүгін курс алдыңыз, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін, жарты жылдан кейін басқа бір направление болатын болса, оны тегін ала алады. То есть қайдадан курс алудың қажеті жоқ. То есть менде мысалы 1 жыл бұрын оқығандар, жарты жыл бұрын оқығандар қазір менің бүкіл инструменттерін тегін алып отыр. Оны елдер тағы да оны қанша ақшаға сатып отыр да. Одан кейінгі минимум пакет 250 мың теңге. Курс бітеді, 1 айлық курс бізде, 1 айлық формат курс, 8 тікелей эфир болады, 2 сағаттан, ойлаңыздар, 1 айдың ішінде 8 эфир, 2 сағаттан. И ол жерде курс біткеннен кейін кураторында жұмыс тоқтайды. Ары қарай өзі жұмыс жасайды, ары қарай өзінің табысын табады. Сондай айырмашылығы осындай. Сізде бір артықшылығы тағы да сіздер бот бересіздер. Боттар бересіздер. Иә, ондай жоқ, нарықта жоқ. То есть адам даже ештеңе жасағысы келмейтін адамдар өте көп. Ол рас. Арбитраж курсын оқиды, үйреніп алады, табыс табады, бірақ ерінеді. Сондай адамдарға
өзі жұмыс жасамайды, бот жұмыс жасап отырады. Ол айына тоже 30%-тен жоғары 30% пайдалы қылып беріп отырады. То есть ештеңе істемей ақша тауып алады. Өзі жасайды, барлығын үйретеміз, бот создавать етеміз, тегін оның барлығы үйретіледі. Фьючерсный бот, торговый, спотовый бот. Ол нәрсенің барлығын адам өзі жасаса да болады, оны да үйретеміз, либо оны ботқа жасап қойса болады. Бот өзім енді күнделікті онымен айналысамын, кстати, өзім активно боттармен жұмыс жасаймын. Енді тек қана арбитраж емес, бағанағы айтқанымыздай, мысалға басқа спотовый сауда болсын, трейдинг болсын, барлық жағынан осы кісіге келсеңіздер курсында үйрене аласыздар. Бұл енді бірден бір артықшылығы. Жақсы. Мен басында біз бұл негізі видеоны біз YouTube-қа бірден шығара салмаймыз. Жақсы араласып кеттік негізінде, азамат ретінде жақсы таныстық. Сондықтан да білмеймін, өзім сенгеннен кейін, мені сендіре алғаннан кейін тек қана арбитраж емес. Сол хабарласыңыздар, сіздерді күтетін болады. Мейірман мырзаның кәсіпкерлер қатарына қосылуға өз басымда шақыратын едім. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ пайда бақуатты болсын. Әрбір қазақ өз табысын еш қиналмай, жақсы табыс табуына, отбасын асырай алуына тілектеспіз былай айтқанда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.